Вау! Бәріңе ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен тағы да азайту үшін достар, бүгін бізде алдыңғы бөлімде біз оружие не аламай кеткен болатынбыз, лицензия. Енді бүгін бізде сол оружие лицензияны алатын боламыз оружияға. Осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Ендеше біз ары қарай бүгінгі немізді жалғастыратын боламыз, целімізді. Бүгін бізде бір любой неге, совещаниядан өту, бізде бүгінгі целіміз. Сосын ары қарай уровень көтеріп, үшін солай даму болады енді. Және де бізде не істеу керек енді, бүгін семьяға кіру керек, бір нелердің, адамдардың. Бізде 15 000 теңге бар, енді осыдан қазір бізде неге кіріп көретін боламыз. Бізде казино ойнап көретін боламыз енді. 10 000 теңгесіне қадалса қадалдық, қадалмаса үшін ары қарай көтеретін боламыз. Ендеше кеттік, осылай бара береміз. Мұнда қоймады, артынан соғып адамдарға біз не сұрайтын боламыз, несіне, семьясына. Так, осылай келеміз ішіне. 50 000-нан ойнап отыр екен, ойбай. Осылаған кіреміз де, және де 10К деп жазамыз. 10К. Енді осылайша біз Муслим империяға кірген болатынбыз. Енді осы семьяға кіргісі келетіндер, өзімнің ВК-мды қалдырып кететін боламын. Кіргісі келетіндер сол ВК жазсын, барлық тегіңді қабылдайтын боламын. Тек оружияға лицензия, сосын 5-ші уровень болсаңыздар ары қарай жеткілікті, 3-ші уровень болсаңыздар да жеткілікті. Негізі семьяға 2-ші уровеньнен бастап қабылдайды. Мен енді қазір неге барып, әкімшілікке барып, официальный жұмысқа тұрайын деп жатырмын. Сол жұмысқа тұрып, өзіміздің 1-2 совещаниядан өтуге тырысамыз, ал өте алмасақ, ендігі видео қалайын деп тұр. Бүгінгі видео ұзақ болмайды, бірақ сонда да ендігі видеода мен қызықты қылдырып шығаруға тырысамын. Мен көптеген негізгі видеоларды ОПГ-ға кіруге тырысқан болатынмын. Осылайша келіп, мен өзімнің неге тұрдым, водитель автобусыға тұрдым, және де осы задание орындалған екен, мен де неге тұр деген любой бір организацияға, және де мен көптеген организацияларға бардым, бірақ ол организацияларда андай бастықтары болмады, лидерлері болмады, және де басқа да проблемалар болып, кейде 2-ші уровеньсің деп, көптеген нелер алмай қойғандығын, Валенсияға өттім, және де армияға да өтіп көрген болатынмын. Бірақ оларда 3-ші уровеньнен бастап қабылдайды екен. Енді сондықтан мен ендігі видеоға қалдырған болатынмын. Ал біздің осы видеомыз ұнап жатса, bomb3-дің 3-ші сериалын күтеміз. Ендеше сау болыңдар.